Мелодия неғұрлым әдемі болса, соғұрлым ойнау қиын болады деген стереотипті миыңыздан алып тастаңыз. Себебі қазір Қара Севда әнін фингерстайл стилінде ойнаймын, және де қалай ойнау керектігін үйретемін. Видеоның соңына дейін болыңыздар. Бұл ең әдемі естілетін және де ең оңай ойналатын ән. Видеоның соңында бір струнамен, яғни ең оңай түрі қалай ойналатынын көрсетемін. Ал дәл қазір Қара Севда ковер. Ойналу стандартный стройда каподастрсыз көрсетемін, яғни ашық латта. Бірінші струна екінші латтан басталады, яғни бірінші струна. Одан кейін ашық, сол бірінші струнамен ойнаймыз тек қана. Одан кейін екінші лат, үшінші лат, бесінші лат, 7, қайттан артқа қайтамыз. 5, 3, 2, ашық. Тек реттілігі деген бір бөлік болады. Стоп. Одан кейін осы екі ойналғаннан кейін сәл стоп. Одан кейін осы латқа келгеннен кейін бесінші латты тартамыз, сәл осы жерде кідіреміз. Осыны 2 рет қайталаймыз, яғни ары қарай өзгереді шамалы. Басы дәл осылай басталады. 7-ге келгеннен кейін 8 қосылады. 7, 5, 3, 2. Мына жерде 5-тен 7-ге қарай слайдпен өтеміз. Яғни 5-тен тартамыз 7-ге. Үшінші тартылатында 2, ашық, 2, 3, 5, 7, 8, 7, 5, 3. Осы жерден аяқталады. Одан кейін қайттан ең басындағысы тартылады. Аккордтары EM, D, S, сосын қайттан D. Яғни бас ноталармен ойналады тек. Екінші D, яғни 4-ші струна ашық. Үшінші S, бас нотасы, 3-ші лат, 5-ші струна. Осы S аккордында 8 қосылады. Қайттан D, яғни 4-ші струна ашық.
Дәл осы видеодағыдай толық фингерстайл стиліне разбор келесі видеода болады. Бұл видеоны жіберіп алмас үшін арнаға жазылыңыз және де комментарийға келесі видеоларда қандай разбор көргіңіз келеді, қандай ән, мелодия үйренгіңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіз. Келесі видеоларда міндетті түрде болады. Бүгінге осы.